Сабағыңызды қызықты ететін топқа бөлудің тағы да ең қызықты 5 әдісін ұсынамын. Бірінші, жұбыңды тап тәсілі. Әр оқушының арқасына түйрегішпен немесе скотчпен А4 форматындағы қағаз бекітіледі. Қағаздарда сыңарлары, яғни жұптары бар ертегі немесе әдеби кейіпкерлердің бір есімі жазылады. Мысалы, Алпамыс немесе Гүлбаршын, Қобыланды немесе Құртқа, Ертарғы немесе Назым. Оқушылар сынып ішін аралап жүріп, өз жұптарын табуға тырысады. Өз жұбын білу үшін әр оқушы басқаларға сұрақтар қояды. Мұнда тек менің арқамда кімнің есімі жазылған деген тіке сұрақты ғана қоюға болмайды. Олардың тұспалдап қойған сұрақтарына басқа оқушылар тек иә немесе жоқ деп қана жауап берулері тиіс. Өз сыңарларын тапқаннан кейін оқушылар олармен бір партаға отырады. Заттар бойынша бөліну. Әр оқушы өзінің бір ұсақ затын мұғалімге немесе жүргізушіге тапсырады. Мысалы, қаламсабын, дәптерін, помадасын, кілтін, көзілдірігін. Бұл заттар портфельге салынып, әр партаға 4-4-тен ретсіз түрде қойылады. Оқушылар өзінің заты қойылған парталарға отыруы керек болады. Карта мен топқа бөлу. Егер әр топта 4 оқушының жұмыс жасауы қажет болса, онда оларды топтарға ойын карталар арқылы бөлуге болады. Ол үшін топтардың санына қарай карталардың жиынтығын алып, карталарды сапырып, оқушыларға таратып беру керек. Топтардың атаулары да карта жиынтықтары бойынша болады. Тұздар тобы, корольдер тобы, қыздар тобы, балталар тобы, ондықтар тобы. Келесі тәсіл жағымды сөздер деп аталады. Мұғалім оқушылардан бүгін қандай жағымды жылы сөз естідіңдер деп сұрайды. Олардың жауаптарын тақтаға жазып қояды. Жауаптардың саны топ сандарымен байланысты болады. Егер де, мәселен, 20 оқушыдан тұратын сыныпта топтар саны 5, әр топта 4 оқушыдан болатындығы жоспарланса, онда тақтаға да 5 жағымды сөздер немесе тіркестер жазылады. Мысалы, тұра ғой жаным, сәлеметсіз бе? Бүгін әдемі болып кетіпсіз ғой. Жұлдызың жансын құлыным. Сені асыға күтемін. Бұл сөздерді оқушылар кезектесіп бір-бірден айтады. Топ құрамдары әр оқушының қандай сөздерді айтқанына байланысты болады. Топтарды осы тіркестермен атайды. Команда таңдау. Тақтаға футболдан команда аттарын белгілейтін 5 сөз тізбектеліп жазылады. Мысалы, Жетісу, Қайрат, Қайсар, Барселона, Арсенал. Оқушылар орындарынан тұрып, әр команданың астына өз есімін жазуы керек. Оларға әр команда құрамы 4 адамнан аспау туралы ескертіледі. Командаларды гүл, автомашина, ұялы телефон маркалары, континент немесе қала атаулары бойынша бөлсеңіз де оқушыларға қызықты болады.